рәміздерді қасиеттеу үшін алдымен мемлекеттік рәміздер туралы тереңірек түсінік болуға тиіс. Мемлекеттік рәміздер белгілі бір елдің өзіндік өмір салтын, бүкіл болмыс ерекшелігін, айрықша арман мақсатын, басқалармен байланыс мұратын білдіретін белгі. Туып өскен жердің мемлекеттік рәміздер мағынасын түсіну әрбір Қазақстан азаматының борышы. Әр жас ұрпақ лауазымды тұлға мемлекет рәміздерін заңнамаға сәйкес қадірлеп, қастерлеп, құрмет тұтуы қажет. Олай болса, бейбіт аспан астындағы еліміздің еңсесі биік, туымыздың тұғыры берік болып, әнұрамыз мәңгі шырқалып, ел таңбамыз еліміздің әрқашан төрінен көрінсін. Мемлекет рәміздері күні құтты болсын дей келе, барша жұртшылыққа зор денсаулық, қажымас қайрат, жалынды жастарға қоғамдық өмірден тыс қалмай, әрқашан белсенділік танытып, салауатты өмір салтын берік ұстануды тілеймін. Мереке құтты болсын. Рахмет. Егеменді еліміз жер бетіндегі басқа мемлекеттермен терезесі кең, өркениетті ел ретінде танылып, 1992 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба әнұран бекітілді. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жарлығымен 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні болып белгіленді. Әркім республиканың мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті екені айтылды. Келесі құттықтау сөз Шелек политехникалық колледж кітапханашысы және білімгерлер. Мың өліп, мың тірілген қазақ елі 20 ғасырдың соңында тарих бетіне тағы да бір жарқ етті. Өз түтінін өзі түтетуге жол ашқан тәуелсіздікке қол жеткізу тарихында төл рәміздер дүниеге келген сәт ерекше орын алды. Ешқашан естен шығаруға болмайтын бір ақиқат бар. Ол мемлекеттік рәміздердің тек қана көркем образ ғана емес, тәуелсіз мемлекет құру идеясының жаршысы екендігі. Олар осы ізгі сезімді адамзаттың жан дүниесіне сіңіріп, ақыл-ойын дамытуға қызмет етеді. Осы орайда елбасының мемлекеттік рәміздер қабылдауға қаншалықты мән бергені баршамызға аян. Елбасымыз Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы туралы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы тарихи заңдарға қол қойды. Это солнечный свет, Казахстан — это крылья побед. Мөлдір бұлтсыз ашық аспан күмбезін бейнелеген алтын шақпақ күн көзін, адалдық пен пәктік көңіл нышаны, көріп жүрмін көк туымды күндізім. Көңіл түртіс мөлдір таза пәктігін, ырымдады болса екен деп сәтті күн, бейбітшілік тыныштықтың нышанын білдіріп тұр көк түм ұстап бүгін. Елтаңба көгілдір түс аясында шаңырағын шалықтап, жүйрік бірақ қанат тұтыр қанатымен қалықтап, сәулесіндей күннің алтын оқтар тұр шаншылып, қасиетті елтаңбаға қарап тұрса қанықтап. Шәкен Оңдасынұлы Ниязбек, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы, Қазақстанға еңбегі сіңген өнер қайраткері, Қазақстан дизайны өнерінің негізін қалаушылардың бірі. 1938 жылы 12 қарашада тамызда Тараз қаласында дүниеге келген. Ленинград жоғары көркем өнер училищесін бітіріп, Алматы қаласының бас суретшісі. Герб и флаг наш гордый, народом, государством дан. Пусть всегда хранит свободу наш суверенный Казахстан. Жандарбек Мәлібеков, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы, Өзбекстан еңбегін сіңірген сәулетші, 1942 жылы Қызылорда облысының Жаңақорық ауданында Екпінді ауылында дүниеге келген. Ташкент политехника институтының сәулетшісі, өнері факультетін бітіріп, Ташкент қаласындағы ғылым зерттеуші жобасының институтының қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы, Қазақстанға еңбегі сіңген сәулетші, мемлекет сыйлығының иегері, белгілі қоғам қайраткері. 1932 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданындағы Сырымбет ауылында туған. Мәскеу архитектуралық институтын бітірген. Қазақ қала құрылысын жобалау институтының қызметкері Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан.
Мемлекеттік әнұран еліміздің музыкалық поэтикалық эмблемасы, әдеби саздық құжаты, ол халық жүрегінің лүпілін түйген музыкалық сәлемхат іспектес. Жеңістерге қол басайтындай еліміздің әнұраны жүректерде жаңғырады. Жарсындай халқымыздың, жан серігі халқымыздың. Әнұраным, әйгілісің әуеніңмен әлемге, әнұраным пәктігіңді дәлелде. Қазағыма қайсар шабыт бергендей, жүрегінен орын алып елімнің, шартараптан шарықтаумен көріндің, әсем әнді әуеніңмен тербеткен. Белгісізсің кең жазира жерімнің, әсем әрлі әуеннің шартарапты шайқады, бүкіл халық күштілігін байқады. Шабыт берген әнұраным әрқашан маңыз елі мақтанумен айтады. Шамшы Қалдаяқов есімі аталғанда аузымызға бірден халқымыздың әнұраны айналған «Менің Қазақстаным» әні түседі. Иесі қазақтың көкірегінде жыр болып төгіліп, сыр болып өріліп, әндерінің қай-қайсысы да халықпен бірге туғандай біте қайнасып, оның бөлінбейтін бөлшегіне айналып кеткен. Халқының жүрегін осы шылақты сыршылды кәусар саздың құдіретімен баураған ұлы сазгер есімі ұмытылмайды. Халық жүрегінде мәңгі сақталады. Туын беріп ұстап, Қазақстанда әлемге паш етіп отырған, ғасыр куәсі болған еліміздің президенті. Елбасының болашаққа деген талпынысы, еңбекке ерте араласуы балалық кезден басталған екен. Жер жаннаты жетісудың төскейінде, Шамалған ауылында болашақ тәуелсіз мемлекетіміздің басшысы дүниеге келген. Ол 1991 жылдан бері Қазақстан Республикасы президенті болып келеді. Батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, қызыл мақтаныш бізде қазақ даласы, байлығы мол дағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, жерім бар, егемен тәуелсіз қазыналы елім бар. Ашық Қазақстаным, асқарлы тауырым бар. Қазақстаным, Қазақстаным, жасасын қазағым, жаса батыр жастарым. Жерімді туды жеңісте жол бастаған, елбасы тарихы мәңгі болсын тастарым. Қазақстаным, Қазақстаным, Все, флажки подняли-то!
небом будто ореол. До боли мне знакомо это видение сквозь пики гор. Осталось лишь добавить Бог в межнациональную любовь. Назарбаев қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең алдымен бәсекеге қабілетті болуға тиіс. Қазақстанға сендердің жасампаз еңбектерің, сендердің күш-жігерлерің және сендердің білгендерің қажет. Отан сендерге зор үміт артады. Сендер оны ақтап шығатындарыңа сенімдімін. Отаншылық сезімі өз еліңе деген мақтаныш, оның рәміздеріне деген құрметпен басталады деген. Сондықтан елбасымыздың сенімін ақтайтындай азамат пен азаматша болайық. Туымыз, ел таңбамыз, әнұранымыз бүкіл халқымызды жұмылдырып, рухтандырып тұрады. Мерейлі қазақ елінің, елбасы, ел жұртын жұдырықтай жүрегіне сыйғызып, қыран қанатының астына алып, барша жұрттың теңдігін, татулық пен тыныштықты сақтауды мақсат етіп, бүгінгі қазақ еліне осы дәрежеге жеткізді. Осындай халық қамын ойнаған азаматы бар қазақ елі бүгінде әлем таниды. Сендер тәуелсіз еркін елде ер жеткен ұлансыздар. Ендігі жерде еліміздің тағдыры, Қазақстан ертеңі өз қолдарыңызда. Туған елімізді жоғары дамыған елдер қатарына енгізетін мына сендерсіңдер. Ол үшін сендер терең әрі жан-жақты білім алу керексіңдер. Эти три символа являются неотъемлемым атрибутом независимого государства. Наши государственные символы являются гордостью каждого гражданина страны. Свое мероприятие я хочу закончить такими словами. Берегите и уважайте государственные символы Республики Казахстан. Парад, жүр, Виктор, Қазақстан Республикасының мемлекеттігі алып шығарылсын.